Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңес негізгі жалпы білім беру мектебінің математика пәні мұғалімі Бисенбаева Залихат Юсуповна. Бүгінгі ашық сабақта бізде 6 сыныппен өттік. 6 сынып оқушылары шамалар арасындағы тәуелділік бөлімінің шамалар арасындағы тәуелділіктің беру тәсілдері деген тақырыпқа өтті. Бұл сабақтың мақсаты шамаларға берілген тәуелділік есептерді шығара білу және АКТ құралдарын сабақта қолдана білу, олардың тиімділігін арттыру, оқушылардың қызығушылығын арттыру сабаққа деген. Бізде сабақтың басында жағымды ахуал қарастырдық. Ол арқылы балалар бір-біріне жағымды тілектер айтып, өздеріне деген көңіл күйлерін сабаққа көтерді. Сабақтың ортасына келетін болсақ, АКТ құралын пайдаланып, Quizzes программасы арқылы өздерінің бұрын өткен тақырыптағы осы тақырып бізде алғашқы сабақ болмағандықтан, оны біз қайталау сабағы ретінде өттік. Және осы сабақта балалар өзінің Quizzes арқылы тест орындап, өз білімдерін көрсетті. Сабақтың соңына қарай балалар кері байланыс орнатып, сабақтан алған әсерлерін кері байланыс ретінде ағашқа жабыстырып, өз ойларын білдірді.